3-ші сабағымызды бастайық. Алдыңғы видеода біз 1 мен 2-ші сабақты қосып жібердік. Ендігі 3-ші сабағымыз. Lesson 3 деп тұр. Көрдің бе, мінекей? Lesson 3. Lesson 3 деген сияқты біз бүгін сенмен сандарды үйренеміз. 10-ға дейінгі сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл тапсырмада сен сандарды оқып қойып шығуың керек. Мысалға 1 дегенде бізде мына жерге 1 деген неше? 1. 1 деп жазасыз. 2 деген 2. 3, 3. Міне осылай орындалатын тапсырма. Саған бір 30 секунд берем. Әдемілеп аяқтадың деген үміттемін. Ендігі санды үйрену үшін біраз күш салуымыз керек. Бірақ оңай. Ендеше біз бірінші санап алайық. Менімен бірге, окей? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я, балақай, бізде 10 саусақ бар. How many fingers do we have? We have 10 fingers, yes? Ендігі бізде 10-ға дейін санап үйрену үшін бізде көп бала YouTube-тан үйреніп алған. И мамаларымыз ойлайды, менің балам 10-ға дейін санап біледі, ағылшын біледі. Бірақ сұрап қалсаң, ортасынан 6 қалайды десең, ішінен санап отырады. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп айтады сосын. Бірақ ішімізден санамауымыз керек. Мысалға мен тақтаға 6 деп жазсам, сен ол қазақша 6 деп айта саласың, ойланбастан. Ішінен санамайсың ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ғой деп. Сен көрдің, дереу айттың. Тура осы сияқты ішіңнен санамай айталатын дәрежеге жетуің керексің. Ол үшін саған қызық түрлі тапсырмалар берем. Ал кеттік, ендеше бастайық. Экранға назар аудар. Бүгін біз есеп шығарамыз. Телефон нөмірлерді жаттаймыз. Сол арқылы біз сандарды тез-ақ үйрене алатын боламыз. Бірінші сандарды қойып алайық. Бір қайталап алайық бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді қосу дегенді үйренейік. Қосу ағылшынша. Plus. Қасына жазып қоям. Plus. Азайтуымыз minus. Тең болады бізде is. Осы тақтадағын барлығын көшіріп алып, мен саған 1 минут берем. Бірақ сен 1 минутты қалай есептейсің? Балзаға болып қой видеоны. Енді жас болдың деген ойдамын. Енді біз есеп шығарайық. Есеп шығарған бізге өте қатты ұнайтын болады. 1 қосу 1 тең болады 2 деген есепті шығарып көрейік. Оны ағылшынша қалай айтамыз? 1 plus 1 is 2. Түсіндің ғой, ә? Ары қарай. 1 plus 2 is 3. 1 plus 3 is 4. 1 plus 4 is 5.
1 plus 5 is 6. 1 plus 6 is 7. 1 plus 7 is 8. 1 plus 8 is 9. И соңғысы 1 plus 9 is 10. Мінекей, есеп шығардық. Қазір біз осындай есептерді біріншісінде ауызша айтып үйренеміз. Мен есеп берем, соларды ауызша айтып үйрен. Тақтада берілген тапсырмаларды ауызша айтып үйрен. 1 plus 4 is 5. 2 plus 3 is 5. 4 plus 3 is 7. 9 plus 1 is 10. Осылай айтасың. Ал азайтуға келгенде 10 minus 9 is 1. 9 minus 3 is 6. 6 minus 1 is 5. Бұл бірінші тапсырма. Ауызша айту. Жарай ма? Екінші тапсырма. Қазір түсіндірем. Дәптерге жазып алайық бірінші. Мінекей, тақтада берілген мына сандардың жазылуы мен оқылуын жаттап ал. Және оны дәптеріңе көшіріп ал. Мен саған паузаға қой деп айтам қазір. Көшіріп ал. Көшіріп болдым деген ойдамын. Енді алдыңғы тапсырмаға келейік. Бұл тапсырмада сен басқа дәптердің бетіне мына есептерді жазбаша жазып шығуың керек. Сонда сен диктантқа да дайын боласың. Сонда біз бүгін сандарды жаттадық, қосу азайту үйрендік, сандарды жазып үйрендік, және сандарды ойланбастан айтып үйренетін боламыз. Ал мысалға бірінші мысал түсіндірейін. Тақтаға қара. Бірінші мысал. 1 plus 4 is 5 деген мысал. Соны жаздым. Астына жазасың. Жазбаша түрде жазып шығасың осы айтқаныңды. 1 қосу plus 4 4 тең болады is 5 болады 5. Мінекей, осылай жазу арқылы сен екінші тапсырманы орындайсың. Осы жердегі барлық есептерді жазып шық. Жарай ма? Бұл үй тапсырмасы. Және менің ең жақсы оқушыларым, ең үйді жақсы, үй тапсырмасын ең жақсы орындайтын оқушыларым маған видео тапсырма жібереді. Мысалға, мына есептерді ауызша видеоға жазып жібереді. Дәптерге қарап отыр. 1 plus 4 is 5. 3 plus 2 is 5. 4 plus 3 is 7. 9 plus 1 is 10 деп. Немесе 6 minus, 6 емес 6. 6 minus 1 is 5. 4 minus 2 is 2 деп осылай видео түсіріп үй тапсырмасын жіберсең, мен қуана тексеретін боламын. Санды жаттаудың тағы бір әдісін саған үйретейін. Ол одан да қызығырақ. Сен ата-анаңның телефонын дәптерге жазасың. Кем дегенде 5 нөмір жазып шық. Жарай ма? Мысалға мен бір нөмерді жазайын. 8 707 478 25 18. Мінекей телефон. Ағылшын тілінде, жалпы ағылшын адамдары, ағылшын елінде тұратын. Олар біз сияқты жүздікпен, мыңдықпен, бірлікпен, ондықпен айтпайды. Бүйтіп, ондықпен, жүздікпен, Олар бір саннан айтады телефонды. Мысалға, сен телефонның нөмірі қандай десе, біз 8700 деп айтатын болсақ, олар 8700 деп айтады. Сол сияқты сен егерде сандарды жаттап алсаң, сен де ағылшынша өзіңнің телефон нөміріңді айта алатын боласың. Ол үшін көп практика жасау керек. Жарай ма?
ендеше мына мен жазып қойған нөмірді практика жасап көрейік. 8, 7. Нөлді үйретпекпін ғой саған. Дұрыс таптың. Қара, нөл деген ағылшынша zero. Енді айтып көрейік. 8, 7, 0, 7. 4, 7, 8. 2, 5, 1, 8. Тағы бір кеттік. 8, 7, 0, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 9. Енді саған үй тапсырмасы. Мінекей. Кем дегенде 5 немесе 10 адамның нөмірін жазып, айтып дайындалу. Құрметті менің оқушым, егер де қателесіп жатса, это нормально. Ол басыңды қатырмауға. Қателесу ол жақсы. Бірақ бір қатені 2-3 мәрте қайталау ол жақсы емес. Бір рет қателестің, екіншісінде соны орындамауға тырыс. Сонда сен үйреніп жатсың деген сөз. Мысалға сен 8 деген санды білмей тұрсың, 8-ді. Ішінен санадың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я, 8. Қай саннан сен білмей тұрсың, қай санды? Қай саннан қиналып тұрсың? Соны көбірек айтып, көбірек жазып дайындал. Жарай ма? Мінекей, бүгінгі сандар тақырыбын аяқтадық. Саған менің сабағым ұнады деген ойдамын. Келесі 4-ші сабақта кездескенше.